Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет бәліш, яғни пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, қамыры үгілмелі, ортасындағы салмасы алмадан жасалған. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар. Төменге, яғни видеоның астына керекті ингредиенттерді, яғни қоспаларымызды жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, сары майымызды барлығын өлшеп алып, осылай үкіштің ірі көзінен сары майымызды ұнымызға ауната отырып өткізіп аламыз. Одан соң қолымызбен сары майымызбен ұнымызды жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде осындай болып шығу керек. Енді ұнымызды бөлек ала тұрамыз. Жарты пиалай, осындай кішірек пиалаймен айранымыз, менде үйдің айраны, аламыз да осылай жарты шай қасық уксуспен, қасықтың ұшымен содамызды қосып, уксуспен содамызды жақсылап араластырып аламыз. Көпіршуі керек. Енді осы қоспамызды айранымызға қосамыз да жақсылап араластырамыз. Айранымыз көпіршіп, көлемі ұлғаяды. 3-4 минутқа қалдырып қойыңыздар. Енді ұнымызға осылай разрыхитель 1 шай қасық толтырып қосып араластырамыз да ортасынан шұңқыр жасаймыз. Яғни углубление жасап қоямыз. Айранымызды қосамыз. Одан соң осылай 1 шай қасық толтырып майонезімізді қосамыз. Және де жұмыртқамызды қосамыз. Дәл осы жерде қантты қосамыз, бірақ мен қант қосуды ұмытып кетіппін. Осы жерде қантты қосып жеріңіздер. Барлығын сосын араластырамыз, осылай қасықпен бір рет араластырып аламыз. Қантты мен ұмытып кеткен соң кейінірек қостым, бірақ сіздер жұмыртқамен бірге қосып араластырып, одан соң қамырға араластырып, осылай қамыр илеңіздер. Қамырларыңыз жұмсақ болып илену керек. Илеп болғаннан кейін қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін, яғни астыңғы бөлігіне үлкенірек қылып аламыз, үстіңгі бөлігіне осылай азырақ қылып аламыз. Пищевоймен орап, қазір осы үстіңгі бөлігіндегі қамырды морозильникке саламыз, ал астыңғысын холодильникке жарты сағатқа немесе 20 минутқа қалдырып қоямыз. Енді начинкамызға осындай 2 алма менде 2-3 алма қолдансаңыздар болады. Сыртын ашып алып, осылай көбік етіп турап аламыз. Ірілеу немесе сәл майда қылып турасаңыздар болады. Алмамызды турап алдық. Енді осыны қазір табамызды отқа қойып, сары майымызды ертіп аламыз да алмамызды қуырамыз. Алманы 5 минуттай қуырып болғаннан кейін үстіне құм шекерімізді, яғни қантымызды қосамыз. Қантымызды қосамыз, одан кейін аздап корица қосып жерсеңіздер болады. Жарты шай қасық қоспай қосаңыздар да болады. 10 минуттай қуырып алғаннан кейін начинкамыз дайын болады. Енді қамырымызды осылай жайып аламыз, сәл қалыңдау етіп жаямыз. Одан соң осындай формаға, астын фольгаға орап, формамызға орналастырамыз. Форманың размері менде 18 сантиметр. Бортик жасап алып, осындай шетіндегі бірдей қылып, шеттерін кесіп аламыз. Төмен болған жерлеріне артық қамырларымызды жабыстырып аламыз да, осылай ішіне начинкамызды саламыз. Енді морозильникке салған үстіндегі қамырын осылай терканың ұзын көзімен өткізіп аламыз. Менде уақыт тығыз болғандықтан қамырым қатты, яғни қатып үлгермеді, бірақ сіздерге қатты болып қатыруға кеңес беремін. Сонда теркадан оңай өткізіледі. Енді қамырымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз, яғни пирогымызды. Пирогымыз мінеке дайын болды. Қыздар, қарап отқандарыңыздай өте керемет болып шыққан. Дәмі деген вообще супер. Барлықтарың жасап көріңіздер.
песочный қамыр ауыздарыңызда ериді. Отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Барлықтарыңызға да ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өзімнің керемет дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын.